Армысыздар, басты ақпарат арнайы жұмысын бастайды. Студияда Марал Байғыра. Бүгін жеңіс күні. 1941 жылдың маусымында басталып 5 жылға созылған сұрапыл соғыстың аяқталғанына тура 75 жыл. Жеңіс туын желбіретуге сол кездегі Кеңес одағының құрамында болған Қазақстан азаматтары қомақты үлес қосты. Бұл соғысқа қазақ жерінен 1.200.000 адам аттанды. Олардың жартысынан көбі Майдан даласынан оралмады. 600-ден астам отандасымыз Кеңес одағының батыры атанды. Бүгінде Нұр-Сұлтан қаласында жеңіс күнін 44 соғыс ардагері қарсы алады. Мерекеге орай қала көшелері жеңіс күніне сай безендірілді. Десе де жеңістің 75 жылдығы отшашу, салтанатты шерулерсіз өтеді. Мерекелік іс-шараның барлығы онлайн режимде ұйымдастырылады. Биыл пандемияға байланысты мерекелік шараларды өткізу жоспары өзгерді. Мәселен, Ұлы Отан соғыс ардагерлерінің ұрпақтары батыр бабалардың суреттерін ұстап жүріп өтетін «Жау жүрек полк» шеруі онлайн форматта өтеді. Яғни бұл акция әлеуметтік желілерде ұйымдастырылады. Жау жүрек полк шеруі Елордада 2015 жылдан бері ұйымдастырылып келеді. Оған соғыс ардагерлерінің ұрпағы бастамашы болған еді. Олар ерлікпен қаза тапқан бабаларының суретін көтеріп, шеруге шығатын. Карантинге байланысты биыл шерудің форматы өзгерді. Акция әлеуметтік желілерде жалғасады. Предложили принять участие в онлайн формации. Ардагерлерін ұлықтап, еске аламын деген азаматтарды Жау жүрек полк шеруіне онлайн түрде қатысуға ұсыныс жасадық. Ол үшін Facebook, Instagram әлеуметтік желілерінде соғыс ардагерінің суретін салып, ол туралы естеліктер жазуға болады. Сондай-ақ жеңістің 75 жылдығына арналған логотипі бар дайын рамканы қолдана алады. Жарияланымды Жау жүрек полк онлайн, Жау жүрек полк Нұр-Сұлтан хэштегімен белгілесе жетіп жатыр. Жау жүрек полк шеруі жалғыз Қазақстан емес, әлемнің бірнеше елінде ұйымдастырылады. Қатысу форматы да саналуан. Арасында халықаралық сайт жұмыс істейді. Онда соғыс ардагері туралы естелік жазып, тұрған қалаңызды белгілейсіз. Шеру соңында барлық ақпарат жинақталып, әлем картасында шеруге қай қаладан қанша адам қатысқаны жарияланады. Бұл онлайн шеруден отандастарымызда шет қалып жатқан жоқ. Менің нағашы әжем Альжанова Фаузия Мақашқызы өзінің туған ағасы Дүйсен Альжановтың Майданнан жіберген хаттарын өмір бойы сақтап, бізге тарихи мұра ретінде қалдырды. Қазір 1944 жылдың қазан айының 28 жұлдызында Дүйсен атамыз жазған хатын оқып бергім кеп тұр. Былтыр Жау жүрек полк шеруіне 20 мыңдай елордалық азамат қатысты. Биыл онлайн режимде өтетіндіктен қатысушылар саны көбеюі мүмкін дейді ұйымдастырушылар. Себебі екінші дүниежүзілік соғысқа Қазақстаннан 1.200.000 адам аттанған. Талғатбек Абдықожа, Айбын Құсанбеков, Хабар 24. Алматы облысында жеңістің 75 жылдығын 64 ардагер қарсы алды. Сұрапыл соғысты басынан өткерген қарт майдангерлердің екеуі Жамбыл ауданында тұрады. Екінші дүниежүзілік соғыстың көзі тірі куәгерлері жайлы тілші тарқатады. Соғыс ардагері Федор Ковалев жеңіс күнін жыл сайын отбасымен бірге қарсы алады. 92 жастағы қарт майдангерді мерекемен немере шөберелері де құттықтай келіпті. Дед, поздравляю тебя с 9 мая. Желаю тебе счастья и здоровья. Я горжусь тобой. Федор Ковалев әскер қатарына 1944 жылы шақыртылған. 6 айлық оқу жаттығу дайындығынан өткен соң қаруластармен бірге қиыр шығысқа жіберіліпті. Манчжурияны жапон әскерінен азат етуге ат салысқан жауынгер ерен ерлігі үшін арнайы медальмен марапатталған екен. Наш, второй эшелон. Біздің екінші эшелон әскери топтарды жоюмен айналысты. Біз емес, олар бізге шабуылдап отырды. Өйткені олар шеңберде қалып қойған еді. Бұл соғыста үлкен шығын болды, сондықтан қайта жасақталдық. Сол жерде ерлігі үшін медалімен марапатталдым. Соғыс деген адам шығыны. Бейбіт күнде адамдар білім алып, еңбек ету керек. Сонда бәрі жақсы болады. Михаил Прокопенко бала күнде отбасымен бірге Алматыдан Шығыс Қазақстан облысына жер аударылған екен. Сол себепті де ол соғыс басталған соң біразға дейін әскерге шақырылмапты. 1943 жыл ғана отан қорғаушылар қатарына алынып, оның өзінде құрылыс отрядына жіберіледі. Бір жылдан соң өз еркімен майданға сұранып, танктік бригада сапында Белоруссия майданында ұрысқа кірген. Сол жердегі кескілескен шайқастардың бірінде жарақат алыпты. Аяғымнан жарақат алдым, тізем бүгілмейді. Госпитальға түскенде аяғымды кесу керек деді, бірақ мен рұқсат бермедім. Жазып шығарыңыздар дедім. Содан міне емделді.
Қос қария соғыстан кейінгі жылдары еңбек майданына араласты. Еңсесі езілген елдің тұрмысын тіктеп жағдайын жақсартуға өз үлесін қосты. Бейбіт күннің бағасын білетін майдангерлер соғыс оты тұтанбауын үнемі тілеп отырады. Чтобы войны не было, чтобы жили мирно. Шыңғыс Қалиден, Олжас Байбосынов, Хабар 24, Алматы облысынан. Тарихи деректерге үңілсек, соғысқа Қарағанды аймағынан 45 мың адам аттанып, соның 18 мыңы Майдан даласында шейіт болған екен. 33 адам Кеңес одағының батыры атанса, 7-еуі даңқ орденінің толық иегері болды. Өкінішке қарай отан үшін от кешіп қанды қырғыннан аман оралған батыры аталарымыздың қатары жыл санап сиреп келеді. Қазір облыста 64 ардагер бар. Биыл мереке қарсаңында әрқайсысына 1 миллион теңгеден көмек берілді. Жалпы Қарағанды өңірінің жеңіс күнін жақындатуға қосқан үлесі ұшан теңіз. Аз уақыт ішінде 28 вагон азық-түлік пен киім-кешек жөнелтілген. Қарағанды, Жезқазған, Қоңырат көшелері мен Балқаш, Қарсақбай металлургтері, колхоз еңбеккерлері тылда тынымсыз еңбек етіп, әскерді қамтамасыз етті. Мұрағат құжаттарында 22 мың пұт астық, 55 трактор, 40 соқа, 11 мың ірі қара, 40 мың ұсақ мал, 2 миллион сом ақша жіберілген айтылады. Майдан сұранысын мүлтіксіз орындау үшін өндірісті өңір қаншама оқ-дәріде жөнелткен. Соның бірі Қарсақбай зауыты. Сол кезде темір жонған станоктар мұнда әлі жұмыс істеп тұр. Соғыс уақытында да істеген станоктар дейді, ол уақытта біз жоқ, ата-бабаларымыз істеген дейді, снарядқа дейін жоғалған дейді бұл станоктарда. Сұрапыл майданда із-түзсіз жоғалып кеткен жауынгерлердің іздеушілері бар. Марқұмдардың жатқан жерін тауып, топырақ салған Лейла Қасенова арнамызға хабарласты. Оның айтуынша, ағайынды Мұқатай, Қапаш, Ғаббас Қасеновтар майданға аттанып қайта оралмаған. Табанды іздеу жұмыстарының нәтижесінде Мұқатай атасының сүйегі табылды. Алдыңғы жылы ұрпақтары оның басына барып Құран бағыштады. Туған жерінің топырағын салды. Қазір кенже атасы Ғаббастың құлаған жерін іздеуде. Ал Шығыс Қазақстандағы Жарма ауданының тумасы Қапаш Қасеновтың Сталинград шайқасында қаза тапқаны мәлім болды. Оның есімі ұрпақтарының арқасында Мамай қорғандағы естелік тақтаға жазылды. Память народа деген естелік мемориалының арқасында және өзімнің анам Лиза, ол кісі енді Қапаш атамның келіні ғой. Одан кейін жаңа Мұқатай атамның келіні Татия деген апамыз бар. Ол кісі қазір сол 80-нен асты. Ол кісіде сақтап қалған хаттарымыз бар, сол аталарымыздың. Сол хаттарды енді сәйкестендіріп қарасақ, расында да сол қай станциядан келген, қай жерден келген сыртында адрес жазылып тұрады. Сол солдатский треугольник дейді ғой. Сол адрестермен кейін мәліметтерді, интернеттегі мәліметтерді салыстырсақ, расында да сәйкес келеді. Содан біз енді күніне дейін қай жерде, қай күні қаза болғандарын анықтай алғанымызға өте қуаныштымыз. Берлинде соғыста қаза болған сарбаздарды еске алу рәсімі өтті. Тиргартен саябағындағы кеңес жауынгерлері мемориалына гүл шоқтары қойылды. Оған Берлин мэрі Михаил Мюллер, Бундестаг депутаттары мен үкімет мүшелері, Украина және Ресей елшілері, сондай-ақ бірқатар елдің дипломаттары қатысты. Соғыс аяқталғандағы сезімімізді ауызбен айтып жеткізу мүмкін емес. Есіме түссе дірілдеп кетем. Бәрі жадымда. Сонда енді ешқашан соғыс болмасын деген ұран пайда болды. Біз бұдан былай соғыс азабын тартпауымыз керек деп бір-бірімізге айтатын едік. Осы тілегіміз орындалып, 75 жыл бойы бейбіт өмір сүріп келеміз. Европаны фашизмнен азат етуге қазақстандық сарбаздар зор үлес қосқанын айтып өту керек. Біразы Берлинде жерленген. Сол себептен 9 мамыр күні Германиядағы Қазақстан елшілігі қалыптасқан дәстүр бойынша Трепті саябағындағы соғыс ескерткішіне гүл шоқтарын қою рәсіміне қатысады.